Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге рогалик тәрізді сүзбелі булочка жасаймыз. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Булочка қамырлау үшін бізге керек заттар. Бірінші, 2 жұмыртқаны жарып алам. Біреуінің сарысын бетіне жағуға алып қалам. 100 грамм жылы су, 100 грамм жылы сүт, 50 грамм сұйық май, 50 грамм шекер, 10 грамм дрожж, 5 грамм тұз керек. Және 500 грамм ұн керек. Електен алдын ала өткізіліп алған. Жұмыртқамызды айналдырып аламыз. Жылы суымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Майымды құямыз, сұйық май. Шекерімді салам. Дрожж салам. Тұзымды салам. Жақсылап араластырам. Енді ұнымды жайлап сала бастаймын. Қамыр қатты болмау керек, өте жұмсақ болу керек. Сондықтан ұнды жайлап салып, жайлап араластырамыз. Мен ыдысым кішілеу болып қалыпты, өйткені бұны ашып екі есе көтерілетінін ескермеппін, сондықтан да бұны үлкен ыдысқа ауыстырып салам. Енді көтерілген кезде жақсы көтерілетін. Қамырым ашыды. Енді табақтан түсіріп алып зуалаймын. Қамырымызды зуалап аламыз да, осындай кіші бөліктерге, біркелкі бөліктерге бөлеміз. Бәрін бөліп алғаннан кейін домалақтаймыз. Домалақтап, тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз көтерілуге. Енді маған булочка ішіне салатын 300 граммдай творог керек. Дөңгелектенген қамырларымызды осылай жайып аламыз. Бүгінге арнап. Жайып алған қамырымды пышақтың көмегімен тілгіштеймін формаға келтіру үшін. Екінші жағына сүзбе саламыз. Мен сүзбеге шекер қосқан жоқпын, өйткені тестасына жақсылап шекер қосып илеген тұғым. Қазір сүзбені салып, енді осыны қайырып қамырдың шетін мықтап саусақтың көмегімен басамыз. Сөйтіп оны орап, булочканың рогаликке иілген формасын жасаймыз. Осылай сүзбелерді салып, бәрін осындай формада бүгіп аламыз. Мен осылай салып алдым. Формалар осындай болады. Жұмыртқаны араластырып қазір жағам. Осылай жұмыртқаны бәріне жағып алдым. Енді пешке 180 градусқа 40 минутқа қойып аламыз. Міне булочкамыз пісті, қып-қызыл болып. Қазір тарелкаға салып алам. Достар, егер де менің булочкамның рецепті сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп,
лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір булочкиді үзіп көрсетемін үшін. Ішіміні өте жұмсақ, творогпен дәмді болады.